Атыраудағы шулы қылмысқа қатысты негізгі күдікті Сұлтан Сәрсемәлиев туралы жаңа мәліметтер жарияланды. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. Белгілі журналист Гүлмира Әбіқайдың парақшасындағы ақпаратқа сәйкес, күдіктінің әйелі Ақбаян 30 жаста және 5 бала тәрбиелеп отырған ана. Ол кенже перзентін өткен жылы ғана босанған. Ақбаянның әпкесі Әсиланың сөзіне сүйенсек, ол жүктілікке дейін денсаулығына байланысты бірнеше рет ота жасатып, қатты әлсіреп қалғанын көрінеді. Қайдасың, Ақбаян? Атырауда ұшты күйлі жоғалып, артынан өз үйінен мәйіттері табылған қылмысқа басты күдікті күйеу баласы болып тұр. Сұлтанның жасы 29-да. Ешкіммен араласпайды. Досы жоқ. Көршіге жабық. Намысхан. Әйелі тек күйеуіне бағынады. Ақбаянды ауылдастары мүлдем танымайды. Көршілері жүзін көрмеген. Күйеуі ешқашан фотоға түспеген. Ешкімде суреті сақталмаған. Соңғы кезде әйелінің де әлеуметтік желідегі барлық аккаунттарын өшірткізген. Апта бұрын осы тақырыпты көтергенде, осы өңірде адасып, соғыс ошағына баратындар көп деп жаздым. Болжамым алдамапты. Жіптің ұшы Индонезияның Бали аралына апарды. Сұлтанның ойында не барын, жоспары мен мақсатын құзырлы орган анықтар. Мен әйелі Ақбаянға жаным ашып, жүрегім ауырып тұр. Ақбаянның жасы 30-да, 5 баланың анасы. Кенжесін былтыр босанған. Әпкесі Әсила жүктілік алдында бірнеше рет операция жасап, денсаулығы әлсірегенін айтады. 5-шісін босанған соң мінезі күрт өзгеріп, после родовой депрессияға түсті. Жүйкесі тозған, әбден шаршаған. Бір нәрсе айтсаң, мәңгіп басқа нәрсе ойлап тұрады. Жағдайы күннен күнге күрделенуде. Бір сөзбен, өзіне өзі ие емес. Күйеуі жын кірді деп, оны әрлі-берлі тасып жүрді. Біздің әу баста іздемеген себебіміз де осы. Баяғы емге кетті деп ойладық, деп көзіне жас алды Әсила апай. Өте қиын жағдай. Желіде марқұмдардың пайғамбар жасын атап өткен видео жүр. Мейрамгүл мен Наурыздың дімкәстігі сезіледі. Мұндай жандарды оңай арбап, ертіп кетуге болады. Ішінде еті тірі бір баласы Ақбаян еді. Енді ол да намысхан күйеуімен бірге өмірден адасып жүр. Қайбір жетісіп Балиге қыдырып кетті дейсің. Бәлкім шекарадан да шықпаған шығар. Тіпті күйеуінің не білдіріп, не ойлап жүргенін де білмейтін шығар. Сезіктенсе де сұрауға батпады, қорықты. Әйтпесе видеодан қарасаң, 5 баланы оңай тастап кете баратын жанға ұқсамайды. Адасқан еркек әйелді баладан, баланы ата-анадан айырды. Қанша жерден әжесі бағып жатыр дегенмен, бір жастан асқан сәбиге тек ана керек. Өзінің әйеліне, өзінің 5 баласына жаны ашмаған адам қайненесі мен атасына жаны аши ма? Ақбаян аман болса екен. Қадірлі көрермендер, бұл оқиғаны оқыған сайын адамның жүрегі ауырмай қоймайды. Бұнда бір ғана қылмыстық іс емес, бірнеше тағдырдың бір мезетте күйреп жатқанын көріп отырмыз. Ақбаянның жағдайы бүгінгі қоғамда көп айтыла бермейтін, бірақ өте өзекті мәселенің көрінісі. Денсаулықтың әлсіреуі, босанғаннан кейінгі күйзеліс, әлеуметтік оқшаулану, күйеуге толық тәуелді өмір, бұның бәрі бір адамның психологиялық жағдайын күрт нашарлатуы мүмкін. Бұндай сәтте ең бастысы айыптау емес, шындықты анықтау мен адам тағдырына бейжай қарамау. Қоғам эмоциямен емес, сабырмен ой түйгені дұрыс деп есептеймін. Қазір айтылып жатқан деректердің көбі бейресми тексеруді қажет етеді. Сондықтан біреуді алдын ала кінәлі, біреуді құрбан деп кесіп айту әділетсіз болар ма еді. Бұл істі тек құзырлы органдар жан-жақты зерттеп, нақты жауап беруі керек деп ойлаймын. Ал бізге қалғаны адами тұрғыда ойлап, әсіресе балалардың тағдырына алаңдап, жалған болжам мен ауыр сөзден аулақ болу.